Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Есімім Мұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде бүгін аудандық олимпиада есебіне келген бір есепті талдап берейін деп отырмын. Кез келген x нақты сандар үшін берілген теңсіздіктің нөлден үлкен екенін дәлелдеуіміз керек. Енді бұл жерде қарапайым әдіс тәсілдерді пайдаланамыз. Қарапайым формулалар, яғни кез келген санның жұп дәрежесі нөлден үлкен және қысқаша көбейту формуласын білсек болды. Так, осы теңсіздікті дәлелдеуге болады. Так, берілген теңсіздіктің сол жағын жазғайын. Енді бұл өрнекті 2-ден 1 деген санға көбейтіп бөлу арқылы мынандай формаға келтіруге болады. Енді егер жақшаны ашатын болсақ, 2-ден 1 мен 2 қысқарып кетеді, берілген өрнегіміз шығады. Енді біз мынандай формада жазайын. Яғни бұл жерде бір өзгерткен нәрсем 2x 8 дәрежесі еді, x 8 дәрежеде плюс x 8 дәреже деп жаздық. Егер 2 қосатын болсақ, 2x 8 дәрежесі шығады. X квадрат пен x квадратты қосатын болсақ, 2x квадрат шығады. Енді бұл формада жазғанымыз бізге қысқаша көбейту формуласын білетін болсақ, a квадрат минус 2ab плюс b квадрат. Яғни бұл дегеніміз мына x квадрат минус 2x плюс 1 дегеніміз ол x минус 1-дің квадраты екен белгілі. Ал мына жерде x4-тің квадраты минус 2 көбейткен x-тің 4 дәрежесі көбейткен x плюс x квадрат. Яғни бұл нәрсені пайдаланатын болсақ, бізде осындай өрнегіміз осылай формаға өзгереді. Және бұл жерде айтуға болады, егер квадраттан ең кіші 0 шығады деп есептегенде, жұп дәрежеден ең кіші 0 шығады дегенде, бізде өрнегіміз 1 бөлінген 2, 0 плюс 0 плюс 0 плюс 1 деген сияқты. Яғни ол дегеніміз 0-ден үлкен екенін көруге болады. Осымен теңсіздікті дәлелдеп бердік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Видеоны лайк басып, қолдау көрсетіп отырайық. Каналға тіркеліп алайық.